Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Үсенова Бақтыгүл Кәрімбергенқызы. Мен бүгін сіздерге өзімнің геометриядан 9-шы сыныптарға өткен бір сабағымды ұсынғым келіп отыр. Мен сабағымды оқушыларға жақсы көңіл күй сыйлау мақсатында бір-біріне қарап күлімдеуден бастаймын. Күлімдеуді ұсынамын. Олар бір-біріне қарап күлімдеп, сабақта психологиялық ахуал қалыптастырылады. Одан кейін оқушыларды топтарға бөлемін. Бұл жерде оқушылар бірінші топ синустар тобы, екінші топ косинустар тобы және үшінші топ тангенстер тобы. Сабақты өткен сабақтарды қайталау мақсатында ақиқат жалған ойын ойнатумен бастаймын. Бұл жерде бұл ойын quizzes қосымшасы арқылы өткізіледі. Оқушылар қойылған сұрақтарға ақиқат немесе жалған деген жауаптар беру арқылы өздерінің білімдерін сынайды. Одан кейін жетелеуші сұрақтар қою арқылы оқушыларға жаңа сабақты ашуға тырысамын. Бірінші сұрақ синустар теоремасын тұжырымдаңыз, екінші сұрақ синустар теоремасының формуласын жазыңыз. Бұл жерде оқушылар бұл сұрақтарға жауап бере отырып, өткен сабақты қайталайды, естеріне түсіреді. Жетелеуші сұрақтардың жауаптары: бірінші синустар теоремасын тұжырымдаңыз. Ол жерде оқушылар үшбұрыштың қабырғалары оларға қарсы жатқан бұрыштардың синустарына пропорционал екендігін және синустар теоремасының формуласын жазу арқылы өткен сабақты естеріне түсіреді. Одан кейін мен оқушыларға бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ескертемін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үшбұрыштарды шешу. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты синустар теоремасын білу және қолдану. Бүгінгі сабақта меңгеретіні синустар теоремасының үшбұрыштарды шешуде және қолданбалы есептерді шығаруда қолдана алу. Әрі қарай ой қозғау әдісі арқылы оқушыларға проблемалық сұрақ қоямын. Проблемалық сұрақ қоюдың мақсаты оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру және сыни ойлау қабілеттерін арттыру болып табылады. Бұл жерде үшбұрыштарды шешуде синустар теоремасын қолдану қаншалықты маңызды деген сұрақ қойылады. Оқушылар өз ойларын айтады, оқушылардың пікірлері тыңдалады. Әрі қарай оқушыларға жұптық тапсырмалар беріледі. Жұптық тапсырмаларды ойлан жұптас бөліс әдісімен тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар синустар теоремасын қолдануды тағы да естеріне түсіреді әрі қолданады. Бұл жерде тапсырманың дескрипторлары беріледі. Сол дескрипторлар арқылы оқушылар тапсырмаларды орындайды. Жұптық тапсырма орындап болғаннан кейін оқушыларға өзара жұптар арқылы жұмыстарын тексеріп, өз сөздерін және бір-бірін бағалау ұсынылады. Жұптық тапсырма қорытындыланғаннан кейін оқушыларға топтық жұмыс беріледі. Топтық жұмысты суреттер сөйлейді әдісімен алдым. Бұл жерде оқушыларға суреттер беріледі. Оқушылар суреттегі берілген мәліметтерге қарап отырып, бірінші топ мұнараның биіктігін, екінші топ талдың биіктігін және үшінші топ таудың биіктігін, сыды биіктігін табу ұсынылады. Бұл жерде оқушылар топтық жұмыс орындай отырып, суреттегі мәліметтерді пайдаланып есептің берілгенін жазады, үшбұрыштар салады және үшбұрыштың бұрыштарының қасиеттерін пайдаланады, синустар теоремасын пайдаланады және ізделінді шаманы табады. Топтық жұмыс орындап болғаннан кейін оқушыларға топтарға бір-бірін бағалау және бір-біріне кері байланыс беру ұсынылады. Топтық жұмыс орындалып, қорытындылап біткен соң оқушыларға жеке жұмыс ұсынылады. Жеке жұмысты мен құпия цифр әдісі деп таңдадым. Оқушыларға сандар айту ұсынылады. Егер оқушы жұп сан айтса, екінші есеп, тақ сан айтса, бірінші есеп беріледі. Бұл жерде де оқушылар жеке жұмыс орындау арқылы сызба бойынша берілгендерін жазады, үшбұрыштың сыртқы бұрышының қасиетін қолданады, синустар теоремасын қолданады және үшбұрышты шешеді. Одан кейін оқушылардың орындаған тапсырмалары қорытындыланады. Оқушылар дескрипторлар арқылы жұмыстар тексеріліп, дұрыс орындалған тапсырма арқылы жұмыстарын тексеріп, өз-өздерін бағалайды.
Жеке жұмыстың нәтижесі қорытындыланғаннан кейін оқушыларға ой қозғау әдісіндегі берілген проблемалық сұраққа қайта ораламыз. Сабақ басында қойылған сұраққа қалай жауап берілгенін қайта сұраймыз. Яғни синустар теоремасын қолданып үшбұрыштарды шешу қаншалықты маңызды екен деген сұрақ қойылады. Оқушылар синустар теоремасынан бүгінгі сабақта түсінгендері бойынша өз жауаптарын айтады. Сабақ соңында рефлексия алынады. Рефлексияны мен Padlet тақтасы арқылы аламын. Padlet тақтасы арқылы оқушылар өздерінің ойларын жауап береді және Padlet тақтасы арқылы оқушылардың жазған ойларын көріп отыруға болады. Үй жұмысы ретінде мен сурет бойынша тапсырма беремін және ол суретте бәйтеректің суреті берілген. Осы суретте бәйтеректің биіктігі арқылы мына суреттегі берілген абы және асы кесінділерінің ұзындығын табу ұсынылады. Сонымен сабақ аяқталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.